Баршаға сәлем, достар, қалдарың қалай? Достар, мен бүгін сіздерге осындай өте қарапайым, жасалу өте оңай, әрі дәмді, әрі өте тойымды тамақтың бір түрі. Гнездо с фаршем, томатным соусе немесе ұяшық тартылған етпен қалай дайындалу жолдарын көрсетпекпін. Ал бісміллә деп, ол үшін бізге 300 грамм тартылған ет, 2 тал чеснок майдаланған, және 1 тал үлкен пиязды жақсылап майдалап тураймыз да, тартылған етімізге қосып, тұз, бұрыш дәмдеуіштерін салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде дайын гнездо деген кеспе болады, соны аламыз, немесе спагеттидан өзіміз жасауға да болады. Мен қазір қалай жасалуын көрсетемін. Ең алдымен табамызды осылай өсімдік майымен немесе сары маймен жақсылап майлап аламыз. Содан соң мына дайын ұяшықтарды табамызға саламыз. Газға қоймай тұрып, осылай саламыз. Содан соң дайындап қойған фаршымызды дөңгелектеп, әр ұяшықтың ортасына салып, кішкене ортасына қолмен кәдімгідей ыдысқа салған сияқты мықтап саламыз. Содан соң соус дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 граммдай су, 3 қасық, үлкен қасықпен томат және керегінше тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған қоспамыз міне осындай болады. Қойырақ, кішкене томатный сок сияқты. Енді бұл томатымызды осы ұяшықтарымыздың үстіне құйып шығамыз. Араларынан құйып шығамыз. Егер соус аздау деп ойласаңыздар, кішкене су құйсаңыздар болады. Содан соң суымызды құйып, газға астын қатты ашып, газға қойып қоямыз. Содан соң осындай қайнай бастағанда астын басып 40-35 минутқа қалдырамыз. Міне біздің ұяшықтарымыз дайын пісті. Өте дәмді, жасалу өте оңай. Газға қоясыздар да, басқа жұмыстар істей берсеңіздер болады. 35-40 минутта уже дайын болады. Дәмі өте дәмді. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Достар, менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Рахмет.